Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздер күткен тойдың дауылы алыс емес. Қосылайықтың төрінде бүгін Мадина сырғалым атанды. Ең әдемі жұпқа ең әдемі тілектеріңізді жаудыра отырыңыздар. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Сәлем баршаларыңызға. Эфирден келіп қалдым. Отырмыз. Міне мысығым екеуміз бірге ұзатылып мысығым осы. Жаңа келіп қалсам, мама айтады да, ютубта қараған кезде саған комментарий жазды, жаман комментарий салды. Там үй сыпырмайды, үй жинамайды, жаман қатын деген сияқты, және Ринатқа бірдеңкелер типа көну керек еді деген сияқты, соңғы шанс. Соған жауап бердім дейді, жаныма бат кеткеннен кейін. Игорь, сені қолдайтындар өте көп екен дейді, мені жақтап шыққандар, маған личкама да шығып жазғандар болды дейді да. Соған ризалығымды білдірейін деп едім. Рахмет сіздерге үлкен, сіздердің қолдауларыңызға. Енді Ринатпен тема толығымен жабылады деп сенемін, өйткені біз екі жаққа кеткен адамбыз, даже просто кездескен де жоқпыз. Біз Боташкамен бірге. Мына қыз вообще бір ғой последнее время тамақ жемейтін болыпты. Мен бір ғой аш болсаң сен өзіңе ұқсамайсың деген адам менмін ғой. Мен қарным ашса мен нервный боламын, короче, тамақ жеу керекпін обязательно. Мына қызға мен наоборот көп тамақ жетсем бұны. Кеттік жүр дедім, Акадзакиға барып қайдық деп. 1 минуттық жерде тұрған да қасымызда, сонымен жүр деп зорға уговаривать еттім. Жоқ, мен мегаға тоналка алу керекпін, анау-мынау дейді. Мен айтамын, мен қазір аштан өлем деп отырмын ғой. Айсыңдар, в общем, көкеміз екеуміз кішкене жарысуға келдік, короче. Жақсы атам дейді, білмеймін енді. Хорошо стреляешь? Естественно. Сейчас будем уделывать вашего Гуджана. Запомните эти слова. В общем, атай деп отыр. Бірінде вообще атпаппын, еще екі-үш адам деген ғой. Плавно на голову. Прицел хорошо видно? Да. Хорошо, ждешь ее где-то вот здесь. Готов? Хорошо. Молодец. Молодец. Четко. Четко? Как? Стараемся, делаем. Уделываем Гуджана. Короче, екеуін сразу атып көрейін деп, одновременно екі тарелка шан деп отыр қазір, көрейік. Не знаю. Перезарядить не забудь. Готов? Ты обе разбил одним выстрелом. Көкбет қатын екенімді білесіңдер ғой менің деген. Аны ремонтқа керекті кейбір заттарды осы сияқтан Алматыдан алмайын ба? Соның жиектері сынып келмей ме? Кесе саласыз ғой, 1,5 сантиметр еді. Атаңның басы 1,5 сантиметр кесем саған деп. Сенің басыңды кесем деп барып, соны ерінбей, как раз Алматыда жүредім, осы басына барып, сол жерде қайтадан новыйын салдыртып алдым. Не істеп, обмен қылып. 1,5 сантиметр, 2 сантиметр кесе саласыз, тым болмайды, бірдеңе шірдеңе дейді. Көрсетемін саған кесе салғанды деді. Шопик! Құс аэропортқа кетейік. Болды, уже уақытта болды. Сонымен егер жаңа стройси дейді, басыма көтеріп кетірмін енді. Еще жаңағы баланың қасына бір үлкендеу аға келеді. Бұл саған қайта әлі ұрсып тұрған жоқ дейді. Бұл ұрысқаны бұндай емес дейді. Ана біледі ау деймін, инстаграмда көріп жүрген сияқты. Тиктоктан көрдім мен дейді. Бұл ұрысқаны емес деп қояды, ана балаға айтады. Мен материал алған балаға айтып тұр. Бұл әлі саған ұрсып атырған жоқ дейді. Бұл саған арман төлеп тұр әлі. Асланның прическасын мойындады ме? Мына челкамды бұйралады ғой кеше. Сол бұйра сол күйі тұр ғой. Бика сен чемоданын бірдеңе салып айтам, балық емес па тағы құрсын деп атым. Мынау баяғы менің СССР деген магазинім болды ғой. СССР как күтіп тұр, СССРдің жабылғанына 4 жыл болды, получается 5 жыл бұрын қалғансың мынан. Да? 5 жылдай болып қалған шығар, иә. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы кеш. Қазір біз Диаспорачка бар. Сосын
тағы бір екі кісілер бар, встречаға келдік. Бүгін бір үлкен мәселені шешуге келдік. Одан кейін бұйыртса бір жерге барам тағы да. Қазір ана встречаны тез бітіріп алу керек болып тұр. Сол үшін барлығы нормально, Аллаға шүкір. Инстаграмым жоғалып кеткен себебі андай күнделікті не түсіре беремін деген сияқты. Мысалы, үйде баламен болмаса сыртқа шыққан кіммен не түсіресің деген сияқты. Қытайларды айтамын да, мына бізге Чанган, не бар тағы. Қытайдың көп машиналары бар, BYD, MID сондай бірдеңелерді пихать етіп сатады да, короче. Житаур, Метаур деген сияқты хавал, бірақ өздері Nissan мінеді, Мерс мінеді, BMW мінеді, короче, немістер мінеді, Audi. Қалай былай? Әділдік қайда, әділдік десе? Олар біледі. Құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Және біз Индира және де Тахир мырзамен бас қосып қалдық. Өте бір күшті жобамен келіп тұрық. Осында осы екі мырза мен ханым жүргізуші екен. Бұйыртса басталады. Осындай атмосфера. Нервым ұстап тұр да, мына қараңыздар. Мына нейін да. Мына нормально да. Мына не құсы? Ужас. Бір жағына қарай істесей. Я сөйтіп үйден сөйтіп жасап шық, сөйтіп әдем болады. Достар жыныма тиіп жатыр. Жанболат мына жақта сұрақ қойып жатыр. Жанболат Аиданы ұмытқан жоқ па дейді. Ұмытқан жоқ. Ұмытып кететін зат емес қой, адам ғой. Демек ұмытқан жоқ. Сағаттай терапевттің алдында отырдым, от үйді жазып берді маған направлениелер бүкіл жерге. Бірақ каждый раз барсаң, то ли аппараты жетсе жақта бір жердің өтінде ойқа барып тапсырғанша, оны тауып алғанша лучше платный барып өз үйге түсе сағаның артық. Потому что сен өзің жағдайыңды ертерек білуің үшін ол 10-20 күн бұрын жердің түбіне жазылғанша одан да платный өте салам деп платный өте салам каждый раз анализде де бар платный өте салам. Мен айтам да енді мына смат жоқ дегенде бір атан түйе тұрмайтын шығар, налогты халық төлеп жатыр ғой, и так та деймін да. Енді такси шақырғанбыз ғой, қазіргі таксилер 5 километр болып тұр. В общем, біз Смолдан шықтық, мына жақта продуктымызды мына жақта салып жатқанбыз ғой. И қазіргі таксилер, оказывается, шығып көмектесу дегенді білмейді екен, өзің саласың, короче. Не болып баратыр, еркек, білдей бір еркектер оның қазір мысалы мен бәрін өзім салып отырмын. Алайсыңдар деп кіріп келсем, В общем, күз уже октябрь басталады скоро, уже сентябрьдің аяғы. Біз жазғы планымыз істейміз деп жүрміз. Күз келіп жатыр, күзде бірдеңе пландап үлгерсең уже қыс келеді. Әйтеуір уақыт зымырап өтіп жатыр, ештеңеге үлгере алмай қалып жатсыздар ма? Бәрінде сондай болып жатыр. Және де қазір енді күзде білесіздер, кожа кішкене сухойланып, андай бір бетіндегі қабыршақтарын түсіп, шаштарым құрғап, ұшы сынып, короче, сондай бір болды, бір суыққа дайындық, бір негізі қиын, пока үйренісіп кетем дегенше. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.